Бәріңізге ассалаумағалейкум, барша көрермендерім. Сіздермен бірге қазақша арнасы. Бүгінгі видеода мен кіші жүзден шыққан ержүрек қазақ батыры Сырымдатұлы туралы айтатын боламын. Сол себепті видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Сырымдатұлы кіші жүздің байлы тайпасы Байбақты руынан жас кезінен асқан ақылдылығы мен әділділігі арқасында аты шығып бала би атанады. 18 ғасырдың аяғында Ресей патшалығы қазақ жерінде отарлау саясатын жүргізуі және жайық орыс казактарының қазақ халқына күн көрсетпеуі Сырымдатұлының қолына қару алып ұлт-азаттық көтеріліс ұйымдастыруына бірден-бір себеп болды. Сырымдатұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілісте кіші жүз руларының барлығы дерлік атсалысады. 1783 жылы Сырым батыр қазақ ауылдарын шауып тонауға келген казак-орыс атаманы Чагановтың отрядымен шайқасып, оны ойсырата жеңеді. Атаманды тұтқындап, Хиуаға құлдыққа сатып жібереді. Соған орай Орал қаласындағы патша әскері түгелдей аттанып, Сырымды қолға түсіреді. Түрмеден босағаннан кейін Сырым Тіленші Бөкенбайұлының қолдауымен Орал казак-орыс әскерімен күресін жалғастырады. Сырымды қыруар мал беріп босатып алған Нұралы хан бұл жолы Сырымды қолдамайды. Қайта оған қарсы шығып, көтерілісшілерді басу үшін арнайы әскер жібереді. Осы кезден, яғни 1784 жылдан бастап, Сырым бастаған халық қозғалысының күресі енді Әбілқайыр әулетінен шыққан хан мен сұлтандарға қарсы бағытталады. Кіші жүздің көптеген рулары Нұралы ханға бағынбай, көтерілісшілер жағына шығады. 1785 жылы болған старшындар жиналысы Нұралыны хан деп танудан бас тартады. Келесі жылы көтерілісшілердің қысымына шыдамаған Нұралы шекаралық шептегі қамалға қашуға мәжбүр болады. Оның ақыры сол жылы Екатерина II-нің Нұралыны хандықтан түсіру жөніндегі жарлыққа қол қоюына әкеп соғады. Хан тағынан Нұралы кетіп, Ералы отырғанымен де халықтың жағдайы түзелмейді. Сырым бастаған көтерілісшілер патша қамалдарына шабуыл жасай бастайды. Елек қамалына жасалған шабуыл сәтсіздікпен аяқталған соң, Сырым соғыс тәсілін партизандық тәсілге көшіреді. 1797 жылы көтерілісшілердің үлкен тобы Ералы ханнан кейін хан тағына отырған Есімнің ауылына Тұтқиылдан шабуыл жасап, ханды өлтіреді. Есімнің орнына Айшуақ хан сайланғаннан кейін ол Есімнің кегін алмақ болып, арнайы әскер жасақтап, Сырымға қарсы аттанады. Соңынан қуып, маза бермеген патшадан ығысып, Сырым Хиуа хандығының жеріне өтіп кетеді. Ел арасынан атағы кеңінен тараған батырдан қауіптенген Хиуа ханы оның көзін жоюды ойластырады. Ақыры оның есебін тауып, Сырым батырды улап өлтіреді. Бұл туралы халық аузында түрлі әңгімелер айтылады. Ал достар, осымен видеомызды аяқталып бара жатыр. Арнаға тіркеліп, лайк басып, видеомен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Сырымдатұлы сияқты әділеттілік үшін күрескен қазақ батырлары әрдайым халық есінде. Сіздермен болған қазақша арнасы.